пиццаны үйренетін боламыз. Ол үшін осылай колбаса, помидорымыз тура болып, ашыған нанымыз осындай болады. Ашыған нанымызды жайымалап, оның үстіне помидорымызды езілген салып шығамыз. Томат қоссаңыздар болады, егер үйде болмаған жағдайда. Сосын мен майонез қосамын, өйткені балаларым осы рецептімді қатты жақсы көреді. Осылайша майонездің бәрін жағып шығамын да, одан кейін жаңағы туралған колбасамды, помидорымды қатар-қатар қойып шығатын боламын. Осылай дәл осылай қойып шығамыз, видеодағындай. Сосын қызып тұрған отқа, пешімізге 180-200 градусқа саламыз. Салып, қамыр пісті дегенде сырымызды, ірімшігімізді